бір ана таныс отақ қыздарымыз бар еді ғой, жылап қалған, сол сияқты жылап кетпесеңіз болды әйтеуір. Үлкен бизнеспен шағын жаңағы өз-өзін жұмыспен қамту дейміз ғой, соны шатастырып аламыз да. 5 миллионға жетсем жеткілікті деп ойлаймын. Ойбай, там шетелге тұрмысқа шығады, анау мынау оттаған әңгіме ғой. Қазір Америкаға барып жұмыс істегім келеді. Бұрында қалай наркотрафикте істейтін болса, сол жерге адам таситын болған. Бірақ болмай қалды. Енді сол арманымды орындағым келеді. Ассалаумағалейкум ардақты ағайын, қалдарыңыз қалай? Бүгін негізінде біз Сәуле ханыммен бір семинар форматында жасалған еді, ЕГОВ-ға қатысты. И осы мүмкіндікті пайдалана отыра Сәуленің бэкграунды, енді несін, қандай бір ойлары бар, нелері бар деп сөйлесе келіп, бір қызық тақырып өрбіп отыр да. Ол тақырыпта шетелде жұмыс істеу қаншалықты дұрыс па, бұрыс па, тиімді ма, қандай шетелге баруға болады. Еще кеше біз ағылшын тілінде айттық қой, жаңа migration. Миграция мәселесі қалай, енді біз қалай бізге шетелдік азаматтар келді, дәл сол сияқты дамыған мемлекеттерде, Европада, Америкада, Корея, Жапонияда болсын, ол жақта да осы Орта Азиядан барады да. Ол жақсы ма, жаман ба білмеймін. Сол туралы енді жалғастырайық. Негізінде Сәуле енді прямо мына жерде қазір истина болады, қазір бір ана таныс отақ қыздарымыз бар еді ғой, жылап қалған, сол сияқты жылап кетпесеңіз болды әйтеуір. Мен ондай ниетім жоқ, жылату, не істеу, білдіру. Бірақ дегенмен де осы сұрақтарды қою керек. Мынау Тора картасы емес, мынау просто мен стресс болғаннан кейін не істеп жатқан нәрсе, қағаз жаттап отырамын осылай. Сен ойынша, Сәуле, енді сен бала шағам бар, екі қызым бар деді, керемет. Жалпы кәсіпте келудің негізгі мақсаты қандай? Осы менің кәсібімде, иә? Вообще өзім мысалы. Кәсіпте жүрсің ғой сен? Мен бұрында танығанда сен неде налоговыйда істедіңіздер, бір опыт болды, анаяқта болды. Енді кәсіпке не үшін келдіңіздер? Или декреттен кейін кәсіп болды ма? Жоқ, осы жұмыс жасап жүріп келдім кәсіпке. Ақша табу, ең бірінші ақша табу. Негізгі мәселе ақша табу. Яғни былай айтқанда, орталамай біз көбінесе біз үлкен бизнеспен шағын жаңағы өз-өзін жұмыспен қамту дейміз ғой, соны шатастырып аламыз да. Біз бәріміз кәсіпкерміз деп ойлаймыз. Мысалы бізде өткен жыл бір жоба жасадық, ол жерде минусқа кетті конкретно. Бірақ көбісі жаңағы мысалы делік, мен машина айдап жүрмін, мен өзім жұмыс істеймін, мен кәсіпкермін деп. Енді үлкен бір ауқымда айтуға болатын шығар. Бірақ реально біреулерге 3-4 адамға мен даже ойлаймын, өзім 25 адамнан бастап сен кәсіпкерім деп айтсам болады дегендей. Енді жұмыс беріп отырсаң. Осыған байланысты сенің ойынша қанша теңге или қанша миллион теңге тапқан кезде сен маған жеткілікті деп айтатын едің? Мен үшін енді 5 миллионға жетсем жеткілікті деп ойлаймын. Жеткілікті деп ойлайсың, ә? 5 миллион теңге жұмсауға уақытың жете ма бір айда? Ол кезде жететін шығар, ол сумаға жеткен кезде. Шығындар да солай болады дейсіз ғой. Жоқ, мысалға мен нені айтып жатырмын? Мен кейде жастар маған келеді. Мысалға, осындай жоба бар еді, осындай жоба бар еді деп. Мен айтамын, білейін, сен ол бизнес жасағанша, сен сапалы бір жерге жұмысқа тұр. Бұрында мен категорически отказ бередім. Қазір мен сол есіктерді ашып айтамын, қаласаң шетелге бар, жұмыс істеп қойды. Реально ақша жинап қойды. Ол жерде сен ақсын, қарасын, күштісін, әлсізсің, маңызды емес, бәріне бір часовой баға бар, регион қарамайды. Мысалға жаңағы орталама 50 мың теңге көлемінде сіз кем дегенде Кореяда таба аласыз. Америкада ол сәл көптеу, 3,5 мың долларға дейін табуға болады спокойно. Енді бастап 1-2 бәлкім қиналатын шығарсыз. 3,5 мың доллар дегеніңіз тоже где-то 2 миллион теңге көлемінде. Енді сұрақ, сіз ондай варианттарды қарастырасыз ба? Қарастырамын. Мысалға делік енді қазір бәріміз айына сізге 1 миллион тапсаңыз бақытты болуға жеткілікті ма? Жоқ. Жеткіліктісіз ба? Сол жеткілікті болмағаннан кейін мен қазір Америкаға барып жұмыс істегім келеді. Жалпы өзім таныстарым да бар, барып жұмыс істеп, уже 6 айдың ішінде үй алып алған таныстарым бар. Осы жақта үй алып алды. Қайтып келді? Қайтып келді, қайтадан кетті. Сол жақта даже қалғысы келеді, ПМЖ жасап, сондай таныстарым бар. Енді олар қай жылдар кеткен еді? Осы жақында кетті ма?
Жоқ, бір 3-4 жыл бұрын. Пандемия уақытында ғой, ол кезде может жақсы болған шығар қазір. Бірақ қазір енді білмеймін, сол визаны алу туралы сізден сұрағым келеді. Негізінде бізге нәсіп болды, бізде виза бар. Нәсіп болды деп айтатын болдық, оған қалай болды біз. Бірақ ол кезде бізде Қаскелең газет деген болды. Әлі бар, газетмен бардық, бізге сол күні виза берді, ешқандай проблем жоқ. Жақында да біз барып қайттық Америкаға, көрдік. Егер бойдақ болсаңыз, егер бала шағаңыз точно сағынбаймын десеңіз, онда стоит баруға. И бір барған кезде 6 ай емес, 6 айға барып қайтуға болады, конечно. Но көбісі айтады, көп ақша таба алмайсың, себебі негізгі шығын сенде сол самолетқа жүріп тұруыңа анау-мынауың кетеді дейді. Сен пока алғашқы 2 ай адаптация өтесің, жұмыс табасың, сөйтіп отырсаңыз бір максимум 3 ай, 3,5 ай жұмыс істейсің, одан бір көп ақша жинай алмайсың дейді. Бір адамдар айтады, бір барған кезде 6 айда 6 ай болмай шығып кету керек. 6 ай болмай 17-10 өтірік айтамын. $50,000 жуық ақша алып келдім дейді. Тауып. Енді жаңа өзіңде ойлап қаласың, барып қайту керек па деп. Отбасы мәселесі бар. Мысалы, отбасын тастап кете аласыз ба негізінде? Енді әке-шешем бар, қарайды, соларға сенемін. Соларға сеніп, былай постоянно кетуге ше? Ондай да ойым. Мысалы, жаңағы 6 виза бергеннен кейін прямо барып и шамамен 3 жылдан кейін қайту. Бірақ одан кейін точно кете алмайсың Америкаға. Қалғым келеді, басқа елдерде де өмір сүргім келеді, көргім келеді, басқа жақтарда. Күшті болады. Бірақ бір момент бар, егер жаңағыдай ғой, сол үшін көбісі бала шағасына бірден виза алып, бірге кетеді. То есть бірінші 6 ай кіріп шығады, сосын қайтып келеді, мына жақта бір 4-5 ай жүреді, қайттан барады, қайтып келеді, жүріп жүргеннен кейін 3-4 заходтан кейін балаларына виза алады. Балаларымды көрсетейін деп едім деп. Бірақ сол кезде американецтер чух етеді. Мынау келейін деп жатыр дейді да, балаларына виза бермей қоятын кездер болады. И сол үшін балаларын көбінесе адамдар Мексика арқылы бүйтіп кіргізеді, егер бала оған шыдаса. Енді өте қиын бір процесс бар. Прям орманның арасынан біреу немесе теңізбен, немесе жаңағы. И кейбіреулер бар, прям Мексикадағы стенадан секіріп жатады. Но ол жақта да жүйе отырылған. Жергілікті жаңағы мафиозниктер дейміз ғой, мексиканецтер. Бұрында қалай наркотрафикте болса, сол жермен адам таситын болған. Шығындар тоже адам басына где-то бір $5,000 көлемінде дейді. Бересіз, сіз Америкадан бір ақшасыз. Бірақ нелегал болып жұмыс істейсіз. Менің ойым, ұсынысым бір жағынан сөйтіп ойлаған адамдар хотя бы 1-2 күн участковыйдың қасына жүрсе, олар қалай өзге ұлт өкілдерін ұрып, мигранттарды тастайды ғой. Біздің участковый. Соны көру керек, сондай езілуге сен дайынсың ба, дайын емессің ба, соны қарау керек та. Сіз дайынсыз ба сөйтіп, неде клеткада бүйтіп отырған? Отыратын кездер болады. Колумбияда отырып қалуыңыз мүмкінсіз, егер нелегальный жолмен барсаңыздар. Жоқ, агентство арқылы барсақ. Жоқ, егер агентство арқылы өзіңіз алсаңыз, проблем жоқ. Балаларымызды кейін алам десеңіз, сіз сол нелегальный жолмен баратын болсаңыз, реально, Колумбияда участкада отырасыз, Мексикада отырыңыз болыңыз. Ал Корея туралы не айтасыз? Шыны керек, мен енді қатты бұл салада жақсы опытым жоқ, бірақ Кореяға баратын адамдарды көп танимын. Өзім таныстарым да сіздің таныстарың сияқты барып жатыр. Жақында ғана бір жігіт келді, ол мынау нәрсені айтты. Біз әйелімізбен бірге бардық деді. Өкінішке орай, енді әйелім дұрыс жұмыс таба алмады. Сосын мен 2 адамға жұмыс істедім деді. Ол жігіттің потенциалымен, мысалы біздегі Қазақстанда табалатын, такси болып жұмыс істеп жүріп табалатын ақша 600-700 мың теңге болса, ол жерде қара жұмыс жасаймыз. Таза қалатыны 1 миллион теңгенің көлемінде, яғни көп те ақша емес дейді. Сол үшін ол қайтып келді. Ол легально жұмыс істеді, сосын қайтып келді, мына жерде ол жерде тіршілік жасаған дұрыс екен деді. Но бірақ сіздің жағдайда мен ойымша Корея самый то. Біздің қазақ қыздарымыздың әлсіз тұсы да болар, білмеймін енді, қиын вообще. Енді көп естіген шығар форумдарда оқы, біздің жігіттер, ер жігіттер шамалы қатты қиналады соған. Ямай дейді, біздің қазақ қыздар көбісі жерде қалып қояды. Негізінде енді вид на жительство, виза алу үшін де жергілікті тұрғынмен үйленсе, ол тезірек жеңілдейді дейді да, олар үйленеді. Соған просто дайындалып барыңыз керек болады. Мен негізі қолдаймын. Енді мына жерде действительно егер кетемін дегенше тұрмыс құрмасаңыз,
жүрегіміз ашиды, конечно. Бірақ қандай ұстап отыру да дұрыс емес та ол. Ойбай, там шетелдік тұрмысқа шығады, ана мына оттаған әңгіме ғой. Енді намыс ауырады, бірақ болмаса барып реально жұмыс істеу керек. Мен де кезінде ойлайтын, мысалға, неге сол жаққа 100-200 адамды жіберіп, үй оларға айтып, жаңағындай жақсы балалар тәрбиелеп, сен давай жұмыс істеңдер. Айына бір 500 доллар, 1000 доллардан Қаскелеңге жіберіп тұрыңдар. Қаскелеңде там айына бір 50 000 доллар мысалы келетін болса, біраз дүниелер істеуге болады деп. Енді жолды тазалау болсын, асфальт салу болсын, акиматтың жұмысы шығар, бірақ көптеген дүниелер істеуге болады. Себебі ВВП-ның, то есть внутриваловый продукт деген бар, Таджикстанның қателеспесем 40% сол шетелдегі жұмыс істеп жатқан азаматтар арқылы келеді екен. Біз мысалы мұнай сатамыз ғой, содан ақша табатын болсақ, олар шетелде жүрген тәжік ағайындар жұмыс істеп, сол ақшаларын еліне аударады, сол арқылы экономикасы өмір сүріп отыр. Осындай дүние. В общем, Сәуле, барам дейсің ғой. Виза шықпаса тапсыра бересің ба? Иә. Мен бір 3 рет тапсырып, мен 7 рет тапсырып, 8-шінде алған адамды білемін. Сіз шыдайсыз ба оған? Мен негізі мектеп кезінен арманым еді, Америкаға бару, оқу, бірақ болмай қалды. Мен сол арманымды орындағым келеді. Мынау жақын Турция, Кипр ше. Мысалы жазда қазір басталады сезон. Апрель Турцияның өзінде. Енді көп айлық бермейді. Ол жақта айлық аз. Өте аз, вообще Қазақстан плюс-минус. Иә. Бірақ сіз ол жаққа шығу арқылы сіз экспириенс, опыт жинайсыз да. И бәлкім басқа жаққа барған кезде ол жаққа өте алу ықтималдығыңыз көбейетін шығар деп. Бірақ көп ақша бермейді, ол жақта табасыз. В общем, осылай. Оказывается, Сәуле, енді примерно бұйырса 5 миллион теңге хотя бы табуым керек деген мақсат бар. 10 мың доллар негізінде. Оны табудың бірден-бір жолы ол сол Америкаға бару ғой. Біз Сәулеге тек қана ақ жол тілейміз. Артына қарама айналайын.